Сәлем қыздар. Қазір мен сіздерге затты төлемей сатып алуды көрсетемін. Көбісі таобаумен айналысатын экспорттар, үлкен магазиндер таобаудан сатып алатын, олар советуют, прежде чем бір затты сатып алардың алдында, оны төлемеңіз. Ол не үшін керек? Ол қытайцпен, мысалы Қытайдың сол заттың продавецімен сөйлесу үшін, сұрау үшін. Мысалы сіздер бір заттың сатуға көп количествосын аласыз ба, егер бір заттың білгіңіз келеді продавецте, мынандай размері бар ма, мынандай түсі бар ма деп, мысалы, солай, или скидка бересіз ба деп, мысалы, соны сұрағыңыз келсе, осындай способты қолданасыз. Затты төлемей сатып алу деген. Оны қалай қолданамыз? Мысалы, біз корзинаға затымызды салып қойдық. Енді корзинамызға өтейік. Міне корзинамызға өттік. Енді осыны жаңағы немізді басамыз. Сандалиімізді басамыз. Оранжевый кнопкамызды басамыз. Енді осы жерде, қыздар, осы жерде мынаны оплата дегенді баспаймыз, қыздар. Мына жерде способ оплатыды басамыз. Осының ішіне кіреміз. Және де бұл жерден біз Alipay'ды, оплата с Alipay'ым дегенді басамыз. И біздің мына жерде способ оплатамыз Alipay'ға ауысты. Енді осы жерден оранжевый оплата деген кнопкамызды басамыз. Осы жерден басамыз. Бізге енді осындай окошкамыз ашылды. Бұл жерде бұдан ештеңе баспайсыз, қыздар. Мына ешқандай мынандай ештеңесін баспайсыз. Тек қана мынау крестикті, шығып кету деген крестикті басасыз. И бізге осындай жазу шығады. Сіз действительно хотите отказаться деген, от покупки. И мына жерде нет, да, отказаться или продолжить дальше деген, мысалы, біз басамыз осы кнопканы. Отказаться дегенді басамыз. Міне, біздің затымыз енді осы бірінші окошкаға кетті. Қазір көрсетемін. Бірінші окошка деген қайсы? Личный өзіміздің кабинетімізге өтеміз. Міне біздің затымыз осындай бірінші окошкаға өтіп кетті. Бұл окошка қандай окошка? Бұл окошка затымыз төлеуге дайын тұр деген сөз. Мысалы, бір затымыз оплатаға дайын тұр. Енді осыған басайық. Міне. Осы жаңағы төлемей оплата жасамай, төлемей сатып алынған затымыз. Міне, төлемей сатып алынған затымыз осы. Міне. Енді осыған кірейікпіз, қыздар. Кіреміз. Мінеки, бұл біздің адресіміз. Қай жерге, мысалы, жаңа доставка қай карго арқылы жеткізіміз келеді, осы біздің каргоның адресі. Мынау біздің жаңағы заказымыз. Так, мынау біздің номер заказа. Номер заказа бұл біздің. Так, астында мынау біздің продавецпен общение, связь, чат. Продавецпен чатымыз бұл біздің. Мынау бірінші адресті өзгерту. Егер сіз басқа адрес өзгерткіңіз келсе, мына адреспен емес, үстіндегі адреспен емес, басқа адрес өзгерткіңіз келсе, осыны басып өзгертесіз. Мынау екінші тұрған оплата другом. Бұл жерде, мысалы, сізде Alipay'мен төлегіңіз келсе, бірақ та ол Alipay верификация жасау үшін, төлеу үшін
паспорт керек қой, иә, төлқұжат керек. Егер сіздің төлқұжатыңыз жоқ болса, оплата жасай алмайсыз. Сондықтан оплата другымен төленеді. Таныстарыңыздың паспорты болса, алипейі болса, сол дос арқылы төлеуге болады. А мынау үшінші тұрған, ол төлем жасау. Төлем жасайсыз. Төлем жасамас бұрын сіз бірінші осы продавецпен сөйлесіп алу керексіз. Міне, қыздар, міне продавец. Жаңа бастым ғой, иә? Міне продавецке өтесіз. Міне продавецтің чатына өттік. Мінекей, бұл біздің продавецпен чатымыз. Қыздар, мысалы, бұл жаңа айтқандай не үшін керек, иә? Мысалы, мен осы неден, Қытайдың сайтынан 1688-ден 60 штук зубная щетка алғыздым, иә? Балаларға детский зубная щетка алғыздым. И мен осылай төлемей сауда жасадым. Сосын барып мен продавецке жаздым. Мен осындай, мысалы, количество алып тұрмын, иә? Ол продавец көріп тұр, что мен там 60 штук па, 70 штук па зубная щетка алғанды. И мен, сәлематсыз ба, маған скидка жасап бере аласыз ба деп сұрадым. Сосын продавец маған скидка жасап берді. Там доставканы бесплатно қылады, или там какие-то тағы да бір скидкалар жасап береді. Ол осы төлемей сауда жасау деген осы, міне қыздар. Сіз осылай бірінші окошкаға жібересіз, одан кейін продавецпен келісесіз, сұрайсыз. Мысалы, мен осы тоже 1688-ден ба, осы Таобаодан, Таобаодан мен заказдар жасадым. Ол кезде как раз карантин болды. Карантин болғанда Қытайда бір улица жабық, бір район жабық, екінші район ашық, иә? Содан кейін барып, біз продавецке звондап сұрадық. Сіз қай складқа апара аласыз? Мысалы, жаңағы мынандай каргоның мынандай райондағы складқа апара аласыз ба, әлде мынандай райондағы складқа апара аласыз ба деп продавецтен сұрадым. Әр продавец, мысалы, мынанда бір Гуанчжоу жақын ба, әлде андай район жақын ба, сол складты, мысалы, біз айтамыз, сұраймыз, и ол продавец сізге айтады, маған мынандай район жақын, біз мына районға жеткіземіз дейді. Сол үшін бұл чат керек, қыздар, керек. Мысалы, сіз барасыз да, байқамай адресті жазып қоясыз, иә? Бұл сосын доставка ол жерге жасай алмайды, ол район жабық, иә? И сіздің затыңыз екі ортада қалып қояды. Сондықтан осындай карантиннің кезінде склад ауысып жатса, иә, или тағы да какой-то өзгерістер болып жатса, осы продавецтен сұрайсыз магазиннен. Әлде осы продавецтен сұрағыңыз келеді, мынандай заттың түсі бар ма, мынандай размер бар ма, жаңағыдай скидка, бүкіл не сұрағыңыз келеді, не қызықтырады сізге, осы продавецтен жазып сұрайсыз. Ал енді біз, мысалы, продавецке қытайша жазамыз, мысалы, жазамыз, осы жерде өзіміздің Google переводчигімізді ашып алып, здравствуйте, есть ли у вас, мысалы, сізде, есть ли у вас там сумка красного цвета, иә? Осылай мына жазып аласыз, мына астынан етті, и мына жерде копировать етесіз. Да, осыны. Сосын барып, осы жерге қойып, продавецке жазасыз. Жаңа мына сандалия, мына сандалия мынандай размер бар ма деп, мысалы, продавецке жазасыз. Сосын продавец сізге жауап береді. Ол жауап бергенді сіз тоже копировать етіп қоясыз. Мына жерде осы мынау грузовик көрсетеді сіздің затыңыз. Жолға шықты сіздің затыңыз, ана жерде келатыр, мына жерде келатыр деп, осының бәрін переводтап, переводчикке салуға болады. Міне мен қаншама продавецтермен, мысалы, осы жерден сөйлестім. И мына продавецпен, мысалы, сөйлесесің.
мынандай продавецтермен сөйлескен кезде, мысалы, бір продавецті переводчик сізге жаңағы продавец ответ берсе, иә, осылай міне переводчикке салып, біріншісі тұрғаны мынау. Міне. Жаңа продавецке жазасыз ғой, иә, мынандай сізде зат бар ма, мынандай адреске апара аласыз ба деп, и когда сізге переводчик, продавец жауап берсе, осыны біріншісін басасыз копировать деп, сосын барып жаңағы переводчикке мына Қытай мен орыс тілінде ауыстырып аласыз, и мына жерге барып оны вставлять етіп көресіз, продавец не жауап берді. Одан кейін сіз тағы да бірдеңе сұрағыңыз келсе, тағы да осылай андай перевод Google'дан жасап, осы жерге салып, осылай общение жасауға болады. Так, қыздар, енді сіз продавецпен сөйлестіңіз, сұрадыңыз, иә, общенияларыңыз болды, сізді қанағаттандырды, иә, сіз түсіндіңіз. Содан кейін ол сізге жасайтын скидканы жасап берді, жақсы деп, мысалы, жасап берді скидканы, мынандай размер бар, мынандай бәрі бар дегеннен кейін сіз барып мынаған қайтып өтесіз да, мынау біріншісіне өтесіз да, оплатаны жасайсыз, оплатить дейсіз, мынау соңғысын басып оплатить дейсіз. Міне қыздар, содан кейін оплата жасағаннан кейін бізді мынау бір штук сандалиіміз осы жерге өтеді, бір болып, мына жерден жойылып кетеді. Түсіндіңіздер ғой, иә? Мынау уже одан кейін мына жаққа өтеді, доставка жеткеннен кейін складқа осында өтеді. Осылай біз өзіміздің затымызды отслеживать етіп отырамыз.